Баршаңызға сәлем, менің берекелі астанама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа қиярларды тұздайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттарымыз: помидор, огурцы, болгар бұрышы, тәтті бұрыш, тұз, шекер, чеснок, лавр жапырағы қажет болады. Біз барлық қажетті заттардың барлығын жуып дайындап алдым. Енді банкамызды қайнаған суға қақпағымен бірге парлап алатын боламыз. Банкамды парлап алдым. Банкам қатты ыстық, абайлап істейміз, күйіп қалмаңыздар. Ең астына мен укропты салатын боламын. Кейін 5-6 штук чесногымды салып, тәтті бұрышымды саламын. Кейін астына 5-6 помидор салып жіберетін боламын. Енді қиярларымызды барлығын реттеп, әдемілеп салып алатын боламыз. Менде қиярларым кішкентай әдемі қиярлар. Барлығын реттеп салып алатын боламыз. Мен 5-6 банканы помидормен, жартысын помидорсыз, тек қиярдың өзін салып жабатын боламын. Достар, менің банкам жабылуымен бірге жапсаңыздар болады. Ешқандай банкамыз атылмайды, өте әдемі болып шығады. Қыстың күні палаумен, кез келген тамақтармен қосып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қиярымыздың барлығын салып алдық. Ащы бұрыштың біреуін кесіп салып жіберсеңіздер болады. Сөйтіп үстіне қайнаған суды құйып қоятын боламын. Қайнаған суды қойып, бөлме температурасында болғанға дейін 1 сағат көлемінде мен қойып қоятын боламын. 1 сағаттан кейін суын ауыстырып, 2 рет суын төгетін боламын. Тағы бір банканы салып көрсететін боламын. Астына укробымызды, тәтті бұрышымызды, ащы бұрышымызды салып алдық. Енді помидорымды салып жатырмын. Қиярларымыздың барлығын реттеп салып шығамыз. Қиярларымызды тігінен қоятын болсақ, көп кететін болады банкаға. Сол үшін реттеп, асықпай барлығын салып аламыз. Астына лавровелис жапырағын және де қара бұрышымызды түйіршіктелген салып алатын боламыз. Қиярымызды, достар, мен 1 түнге қойып қойдым. Жуып, тазалап, суға салып 1 түнге қойып қойдым. Атылып кетпеу үшін, ішінің газын шығару үшін солай 1 түнге қойып қоямын. Сонымен таңертең уже банкаларға салып жауа беретін боламын. Еш нәрсе қылмайды, атылмайды. Өте керемет болып шығады банкыңыз. Мұны салып алдық. Енді қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Банкамызды парлап алатын болсақ, қиярларымыз атылмайтын болады. Мұны қиярларымыз бәрін салып алдық. Енді 2 рет суын төктім. 3-ші ретте мен тұзын, шекерін, уксусын қосып алатын боламын. Және аспирин қосатын боламын. 1 қасық шекер қосамын. 2 литрлік банкаға 2 қасық тұз салатын боламын. 1 қасықпен уксус салатын боламын. Барлығына солай сап шығамыз. Шекеріміз 1 қасық, 2 қасық тұз салатын боламын. Уксусымызды салып аламыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне қалдыратын боламын, достар. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Егер пікірлеріңіз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Барлығын салып алдым. Енді бұның бетіне мен аспирин салатын боламын.
2 литрлік банкаға 2 аспириннен саламыз. Егер сіздерде 3 литрлік банка болатын болса, 3 аспириннен салыңыздар. Сол кезде банкаларыңыз атылмай, қысқа өте жақсы сақталатын болады. Қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Банкамызды суытпай, сразу банка жапқыш құралмен жауып, банкаларымыздың барлығын 2 тәулікке орап қоятын боламыз. Көрпеге ма, өздеріңіз білесіздер, ыстық болу керек, пледтерге орап қойсаңыздар болады. 2 тәулікке орап қоятын боламыз. Ішінде ауа қалып кетпеу үшін қақпағын орып қоямын. Ауасы болса шығатын болады. Енді банкамызды жабамыз. Осылай банкамыздың аузын бұрап алатын боламыз. Енді тексеріп көреміз, жанынан су шығып жатқан жоқ па, барлығын көріп алатын боламыз. Кейін мен банкаларымды осылай төңкеріп қоятын боламын. Ораған кезде де тура осылай төңкеріп қоямын. Бұны да тексеріп көреміз. Мына дайын болды. Ал енді сіздерге 2 банканы осы томатный сок қылып жауып көрсететін боламын. 2 рет суын ауыстырған банкамызды енді 1 қасық шекерден 2 қасық тұзды салып аламыз. Уксусымызды құйып аламыз 1 қасықтан. Оның үстіне 2 аспиринімізді салып аламыз. 2 аспиринімізді салғаннан кейін томатный согымызды құйып алатын боламыз. Томатный согымызды, помидорымызды ет тартқыштан өткізіп, ситаның көмегімен согын шығарып алсаңыздар болады. Сөйтіп оны бөлек қайнатып, осылай банкаларға құйып алатын боламыз. Достар, сіздер үшін арнайы осы томатный сокты жасап көрсеттім. Осы менің банка жабу үлгіммен жауып, мені қолдап кетсеңіздер, мен өте қуанышты боламын. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сау болыңыздар.